Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мына екі кітапты неге ұстап тұр деп ойлап отырған шығарсыздар. Бұл екі кітапша, яғни домбыраны оңай әдіспен үйренуге арналған. Біреуі оңай әдіспен үйренуге арналған, біреуі қиын әдіспен үйренуге арналған. Мынау музыка мектебіне баратындарға арналған кітапша. Яғни бұда нота арқылы үйренуге болады бұл кітапшада. Міне көрдіңіздер ме, қаншама белгі бар, қиын әдіс. Музыка мектебіне баратындар білет. Міне нүктелі, дөңгелек, боялған көп нәрсе. Түсіну енді қиындау. Үйренуге болады, бірақ қиындау. Ал мен сіздерге арнайы 0-ден бастап үйренушілерге арналған оңай әдіспен тез әрі жылдам үйренуге тиімді қылып жазып, лайықтап, мынадай қағазға түсірдім, кітапша қылып, осылай шығардым. Қазір ішін көрсететін болам. Қараңыздар. Яғни бұл қызық болсын, көрсетейін сіздерге. Бұл яғни сандар арқылы үйрену. Міне мына екі санды тек санап табасыздар. 5 пен 5, 5 пен 5. Мынау қағысы, төмен қағыс, жоғары қағыс, алмау дайын тұрған сөздері. Жақсы адамдарым. Мынау бір қағыс, мынау бір қағыс. Барлығы дайын көрсетіліп тұр, көрдіңіздер ме? Сандарды тек санап табасыздар. Ешқандай қиындық жоқ. 5 пен 5 болса, 5 пен 5-ті санайсыздар. Қараңыздар. Домбырада санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінде 5 болса, үстінен басасыздар. Астында 5 болса, оны астынан басасыздар. Сонда үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан басасыздар. Қағысы міне төмен. Сөйтіп буынды айтасыздар. Жақ, сосын с деген буын. С, сосын адам.